Еліміздегі ауыл шаруашылық саласы мамандарын дайындайтын оқу орындары заман талабына сай емес. Агроөнеркәсібі дамыған елдердің қатарына ену үшін білім ошақтарын ғылыми зерттеу университеттеріне айналдыру керек. Бұл туралы парламент сенатының экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің көшпелі отырысында айтылды. Саланы дамыту үшін ақпараттық базада жетіспейді. Яғни кәсіби маман дайындауда кедергі көп. Салдарынан елімізде жыл сайын астық түсімі азайып жатыр. Соңғы 15 жылда Австралия, Канада және көршілес Ресеймен салыстырғанда 14%-ке артта қалдық дейді мамандар. Біз ғылыми зерттеу университетін құруымыз керек аграрлық салада. Назарбаев университеті сияқты, бірақ аграрлық салада осындай университет болу керек. Соған байланысты біз бір жыл бұрын осындай бағдарлама жасағанбыз. Қазір бүкіл қаржы министрі, экономика министрі, білім және ғылым министрінің бәрімен келісіп отырмыз. Шешім қабылдау керек. Біздің серіктесімізде күтіп отырмыз шешімді, бірақ өкінішке орай әлі шешім жоқ.